әрқашан дайынбыз. Өлеңін жазған Серікбай Оспанұлы, әнін жазған Әшірхан Телғазиев. Сенеміз еңбектің күшіне, қайда да алда боп дәйінбіз. Үлкенге құрбыға кішіге, көмекке әрқашан дайынбыз. Күлегіп, дән сеуіп қойнауға, тек жақсы оқимыз дәйінбіз. Туған жер өзіңді қолдауға, қорғауға әрқашан дайынбыз. Құрышта еніміз, ағамыз, нұрлы таң, күнің біз айыңбыз. Аяулы, ардақты анамыз, ісіңе әрқашан дайынбыз. Қорқыт ата туралы аңыз. Қорқыттың дүниеге келуі ерекше болады. Оның Қорқыт аталуы себебі түрлі аңыз бар. Қорқыт ата туған кезде қара аспанды су алған, қара жерді құм алған. Ол туарды ел қорқып, туғаннан соң қуанған. Шынында да Қорқыт туысымен жел тынып, бұлт ыдырап, күн шығып, тіршілік маужыраған күйге түседі. Жұртшылық мұны жақсы ырымға балап, бұл бізді қорқытып келген бала болды, есім Қорқыт болсын деп атын Қорқыт қояды. Қорқыт ата өмірдегі болып жатқан дүниенің сан алуан құбылыстарын түсіну үшін өзім мазалайтын сұрақтарға жауап іздеп, дүниенің о шеті мен бұл шетін сұрақтарға ұзақ аралайды. Жақсы жаман нәрселерді көп байқайды, сөйтіп өзі біраз ой топшылайды да, көрген білгендерін айтып отырады. Қорқыт ата 8 ғасырда өмір сүрген, аты аңызға айналған ақын, асқан күйші, ойшыл адам болған. Қазақ музыкасының тарихында Қорқыт ата ән күй өнерінің атасы болып саналады. Қазақ аңыз бар әңгімелерінде Қорқыт атаның өлімге қарсы арпалысы, өлмеске бір шара іздеуі туралы айтылады. Осылайша қатты бір толғанып жүрген күй